Сіздермен тағы бөлісетін бір маңызды момент, ол Алматы жастарына егер сіздер қатысатын болсаңыздар, сіздерге банк программаның негізі бойынша 18 миллионға дейін кредит береді. Қазір Алматы қаласындағы негізгі бағаны есептейтін болсаңыз, 18 миллионға сіз только однокомнатный ғана квартира ала аласыз. Онда да өзі белгілі бір райондардан основной часть бойынша негізі квартира түспейді. Алматы жастарына банктың берген 18 миллионына. Қараңыздар, енді сіздерге тағы бір ұсынатын момент, егер сіз Алматы жастарына 2023 жылы қатысуға ниетті болсаңыз, сіз ол бағдарламаға қатысып, жолдама алып, банктен өзіңіздің төлем қабілеттілігіңізді растаймын дегенше жұмыс орныңыздан еңбек демалысын алмауға тырысыңыз. Неге? Егер сізде қандайда бір айда ол бағдарламаның төлем қабілеттілігін өтемін дегенше сіз қандайда бір айда еңбек демалысын алатын болсаңыз, ол кезде банк сіздің пенсионный фондыңыздың барлығын тексереді, ай сайын түсіп тұрған төлемді. Сол кезде сізге 18 миллион максималды кредит шықпай қалуы мүмкін. 2022 жылы қатысқан қатысушыларда ондай проблема болды. 2 ай 56 күн отпускада болған қатысушыларға банк максималды 8 миллион теңгеге дейін ғана кредит берген. Егер сіз бағдарламаны күтіп жүріп, қатысып қалайда үйлі боламын десеңіз, осы негізгі лайфхак деп айтсам болады, ескертуді естеріңізде сақтаңыздар.